Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Күнделік кезетте қалай 100% барлық бағандарда көрсете алам деген сұраққа біз жауап берейік деп отырмыз. Біріншіден сізде мынау сабақтың тақырыбы деген бағаныңыз толып тұру керек, ол 100% көрсету керек. Тапсырманы берсеңіз, ол 100% көрсетеді. Тапсырмадан кейін тапсырманың орындалу туралы. Мына жерде мынау тұрған көзді қысасыз. Көзді қысқан кезде сізде ашылады. Төмен қарай жүрсеңіз, мына жерде мынау орындалды, орындалмады, мынау сізде қызыл болып тұрады. Сол жерде сіз мынау қосу таңбасын басқан кезде мынандай жасыл жанады. Сол кезде ол сізде 100-ді көрсетеді. Келесі сонымен біз 3 бағанды көрсеттік. Қалған бізде 6 графа ғой, мынандай 6 графаны қалай 100 болдырып көрсетем деп есептеп отырмыз. 3 бағанды көрсеттік, енді қалған 3-ін көрсетейін. Ал мына жерде тұрған минустар бұл вариативті сабақтарда көрсетілмейді, себебі оларда баға қойылмайды. Әрі қарай. Енді қалған 3 графаны қайдан іздейміз? Оны біз іздейміз, мысалы, мына 22-сінші жадынан басып жіберейік. Осы жерде сізде мына жерде сабақтағы жұмыс деп тұрады. Мына жұмысты үстін басасыз. Үстін басқаннан кейін сізден сұрайды, мысалы, міне мына. Сізде ол не болады? Формативті баға. Осы форматив баға дегенді басып, жасау деген кетікті басасыз. Менде басылулы тұр, сондықтан мен баспаймын. Жасауды басқаннан кейін сізде міне фоба деп шығып келеді. Міндетті түрде оқушылардың істеген жұмысына сәйкес сол күнгі сабағыңызда балдарын қойып шығасыз, міне осылай. Балдарын қойып шыққаннан кейін енді ол балаға кері байланыс бересіз. Қалай орындалды? Көп орын, мысалы, көп дайындал дейді Шадерға. Мысалға кім? Асанәліға мұқият бол дейді. Мысалға мына Каусарға жарайсың деген, значит, ол оқушы 9 бала тұр, значит, жұмыс шықты. Өте жақсы орындады деген сөз. Осылай сізде 2 баған толды, міне көрдіңіз бе? 5 бағанымыз 100 болыпты. Енді ең соңғы баған толтыру үшін мына сабақ өткізілді деген жерде галочка қойылмайды. Түсініп тұрсыз ба? Сіздерде құртырды осы жерге сіз осыны басқан кезде галочка қойылады. Түсіндіңіз бе? Сонда барып сізде барлық осылай 100 деген пайызды көрсетіп тұрады. Факультатив қана көрсетпейді, себебі оған формативті баға қойылмайды. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Сәттілік болсын, әріптестер.